Түркістан шығыстың шырайы. Осыдан 3 жыл бұрын 19 маусым күні ел тарихында көптен көткен үлкен жаңалық болды. Атаулы дата. Тек қана еліміздің ғана емес, күллі түркі жұртының рухын оятқан бұл тарихи шешім Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарабдал саясатының бір көрінісі еді. Бұл тарихи тағылымы мол шешім, бірлікті той еткен еліміз үшін жарқын болашақтың бастауына айналды. Ақорда төрінде 2018 жылы 19 маусымда тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тарихи шешім қабылдаған сәт. Түркістан облысын құру туралы жарлыққа қол қойылып, 3 жылдың ішінде еңсесін тіктеген өңір қалыптасты. Облыс орталығы Түркістан қаласына көшіріледі. Қазақ хандығының ордасы болған әлі рухани тағылымы мол тарихты мекен. Бұл әкімшілік аумақтың құрылымға өзгеріс енгізу арқылы осы өңірдің өркендеуіне тың серпін беруді көздеген тарихи құжат болып саналады. Оңтүстік Қазақстан еліміздегі экономикалық, көлік, логистикалық, демографиялық әлеуеті зор аймақ. Түркістан қай жағынан алсақ та облыс орталығы болуға әбден лайық. Бүгінде өңір қарқынды дамудың даңғыл жолында. Облыс орталығы жаңа кейіпке еніп келеді. Киелі орданың тарихи, рухани болмысы бөлек. Түркістан қаласы бұл ежелден келе жатқан қала, бұл бүкіл түрік елдеріне белгілі қала. Бір жағадан бас, бір жөнінен қол шығарып, елбасының сенімін ақтауға күш салысып жұмыс атқарамыз. Мен Түркістан қаласының құрметті азаматы ретінде бұған өте қуаныштымын. Бұл деген сөз бүкіл түркі еліне үлкен абырой, үлкен құрмет. Жалпы Түркістанды қайта түлету идеясын еліміз тәуелсіздік алған алғашқы жылдан бастап көтеріп, оны жүзеге асыруға деген ден қойған тұңғыш президентіміз екенін атап өткен жөн. Түрленген Түркістанға елбасы бірнеше рет іс сапармен келді. Нұрсұлтан Назарбаев Түркістан облысының абыройын асқақтатар, күллі түркі жұртының басын қосуға бағытталған жобалардың жүзеге асырылғандығын өзі бақылап көрген болатын. 2021 жылы 11 мамыр күні Нұрсұлтан Назарбаев Түркістан қаласындағы тұңғыш президент саябағын абаттандыру нәтижелерімен және Яссы ботаникалық бағын, Күлтөбе қалашығы археологиялық саябағы құру жобасының барысымен танысты. Жаңарған Түркістан бәрімізге құтты болсын. Қазақстанның 30 жылдағы жеткен жетістігі, еңбегі жер мен көкте. Сол сияқты бұл елдің астанасын салуменен бірдей біз үшін керемет мәселе. Алғаш болып, яғни 3 жыл бұрын 17 тамызда жаңа атауға ие болған облыс әкімдігінің құрамы мен аумақтық орган өкілдері Шымкенттен жаңа облыс орталығы Түркістан қаласына көшіп келді. Түркістан облысының алғашқы әкімі Жансейіт Түймебаев болған еді. Ақпан айында бұл лауазымға Өмірзақ Шөкеев келді. Ғасырлар бойы Қазақ хандығының астанасы болған 9 жолдың торабында орналасқан Түркістанға облыс орталығының көшірілуінде үлкен мән болғаны анық. Ұлы Жібек жолының бойында қоныс тебуінің өзі бұл шаһардың стратегиялық маңызы зор екенін білдіреді. Сол себепті Түркістанды түркі әлемінің рухани әрі мәдени астанасына айналдыру мүмкіндігі көп. Бүгінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың аталған тарихи бастамасын жалғастыруды қолға алған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес Түркістанды дамыту мақсатында үкімет пен жергілікті әкімдік қыруар жұмыс жүргізуде. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ең алғашқы сапарын осы Түркістаннан бастағаны ел есінде. Түркістан еліміздің алтын бесігі, мәдениетіміз бен руханиятымыздың символы және бүкіл халқымыздың бойтұмары. Бұл қасиетті жерді көзіміздің қарашығындай сақтап, дамытуымыз керек. Осының әкімі Өмірзақ Шөкеев тәжірибелі мемлекет қайраткері. Бұл күрделі жұмыс бұл кісінің қолынан келеді деп мен кәміл сенемін.
Үкімет деңгейінде Түркістан қаласын дамытуға және облыстың келешегін қалыптастыруға бағытталған заң мен 5 қаулы қабылданды. Ал облысты дамытудың 2024 жылға дейінгі әлеуметтік экономикалық бас жоспарына сай 5 жылға 1 триллион 236 миллиард теңге бөлінген. Бұл өзгерістер Түркістан руханиятына оң ықпал етіп, кәсіпкерліктің дамуына жол ашты. Елбасы жарлығы 2 бірдей қаланың қайта түлеуіне мүмкіндік берді. Жалпы өңір халқы елбасы тарихи шешімді дер кезінде қабылдағанын айтып, Түркістанның екінші тынысының ашылуын ғасырдың жағымды жаңалығына балап жатыр. Бұл күнде Түркістанға қарап тұрсаң, ырыс пен бақыт келіп қонып отыр. Сондай-ақ Түркістанға үкімет басшысынан бастап, министрлер мен елдегі алпауыт компаниялардың жетекшілерінде, шетелдік инвесторларды да ерте келген елбасы Түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени, рухани орталығы ретінде дамыту бойынша бас жоспардың тұжырымдамасын мақұлдау және Түркістан арнайы экономикалық аймағын құру туралы жарлыққа қол қойды. Түркістан қаласында арнайы мәжіліс өткізіп, еліміздегі алпауыт компаниялар мен ел үкіметіне Түркістанды дамытуға үлес қосу жөнінде тапсырма берілді. Облыс әкімдіктері мен ірі компанияларға ерекше үлгідегі ғимараттар салу міндеті жүктеліп, 3 жылдың ішінде жоспар бойынша үлкен жобалардың басым бөлігінің құрылысы аяқталып, қолданысқа беріліп үлгерді. Көне Түркістан жаңа Қазақстанның шырайлы шаһарына айналады деген елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 3 жыл бұрын айтқан сөзі бүгінде іс жүзінде жүзеге асырылды. Қасиет Түркістан жерінде елбасы тарихи бастамасын іске асыруға үлес қосу мәртебесіне ие болып отырмыз. Осы ретте берілген тапсырмаларды абыроймен іске асыру қажет. Тапсырманы тиімді орындау үшін бірлесіп жұмыс істеу керек. Әкімдер уақыт бөліп Түркістанға келіп, нысандардың құрылысына жеке бақылауға алыңыз. Киелі қалада құрылыс қарқын алып, ел мақтанышына айналатын іргелі нысандар бой көтеруде. Бүгінде Түркістан тұрғындарының тұрмыс тіршілігінде, қоғам өміріне көз қарасында оң өзгеріс көп. Аз уақытта жаңа шағын аудан салынып, көне шаһар көркейіп, абаттандырылды. Облыс орталығының дамуы аудандарға оң ықпалын тигізді. Өңірде ауыл шаруашылығында жаңа бастамалар қолға алынып, аз қамтамасыз етілген тұрғындарда әлеуметтік қолдау бағытындағы тың бағдарлама жүзеге асырылды. Түркістан бірлік бесігі, Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан өркениет орталығы. Түркістанға барсаң, ісің оңға басады деген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев алқалы жиындардың бірінде айтқан қанатты сөзі бүгінгі басшыларға темір қазықтай. Оңтүстіктің азаматтарының барлығы қай өздерінің іскерлігін, табандылығын және мынау мемлекетке шын жан ашитын оларда көрсетіп бағып жатыр. Оны өзіміз көзімізбен көріп жатырмыз. Жасалып жатқан шаруалардың бәрі соның айғағы. Сол киелі қаланың берген ерекше қуаты мен жігері облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің өңірді дамытуда өз қарым-қабілетін сарқа жұмсауында шаршатпады. Басшылыққа келген тұста болған 2 үлкен апатта жүрісінен жаңылдырмады. Қиналған халықтың жанынан табылды. Әрбір қабылдаған шешімінен өзінің жан-жақты менеджер екендігін дәлелдеп келеді. Уақыт тезінен артқа шегінсек, жаңадан құрылған облыс сын сағатты бастан кешірді. 2019 жылы 24 маусым күні Арыстағы әскери бөлімшедегі оқ-дәрі қоймасы жарылды. Оқиға салдарынан үй-жайлар мен ғимараттардың 80-90%-ына әртүрлі деңгейде зақым келді. Осы сәтте Түркістан облысына арнайы келген президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарылыстан зардап шеккен тұрғындармен кездесуінде қаланың қалпына келтірілетіні жөнінде берген уәдесі орындалды. Үкімет отырысында премьер-министр Асқар Мамин тұрғындарға барлық көмек көрсетілетінін мәлімдеді. Келтірілген залалдың көлемі есептеліп, үкімет резервінен қаржы бөлінді. Арыс тұрғындарына қарай еліміздің барлық облыстарынан гуманитарлық көмек тиелген көліктер ағылды. Президенттен бастап сала министрлері, облыс қала әкімдеріне дейін қиын сәтте халықтың қасынан табылып, қолдан келген мүмкіндіктерді жасады. Осылайша халыққа жақындығын білдірді. Апат халықтың бірлігі мен ынтымағын сынақтан өткізгендей де болды. Шұғыл әрі дұрыс шешімдер қабылданып, барлық мәселе ортаға салынды. Зардап шеккендер далада қалмады.
Билік пен бұқара бірлесе жұмыс істеді. Кеңседегілерді ел ішіне шығарған облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев жұмыс кабинетін уақытша арысқа ауыстырды. Әкім осы бір қиын сәтте ұйымдастырушылық, талапшылдығы мен іскерлігін кезекті рет танытты. Арыс жаңарып, аз уақытта еңсесін тіктеді. Тұрғындар тіршілігін жалғастырды. Ал өткен жылдың мамыр айының алғашқы күні Өзбекстандағы Сардоба су қоймасының бөгеті бұзылды. Қазақстанға шекаралас Сырдария облысында орналасқан су қоймасы дамбасының бұзылуы Түркістан облысы Мақтаарал ауданына да елеулі залалын тигізді. Бір қатар елді мекендерді су басып, тұрғындары баспаналарын тастап кетуге мәжбүр болды. Мақтааралдағы жағдай алғашқы сәттен-ақ мемлекет басшысының бақылауына алынды. Ауданға шұғыл жеткен облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев жағдаймен танысқан соң мәлімдеме жасап, эвакуацияланған тұрғындар былтырғы Арыстың тәжірибесіне сәйкес тиісті медициналық қызмет, азық-түлік секілді барлық заттармен қамтамасыз етілетінін айтты. Барлық жұмыс Арыстағы тәжірибеге сай алгоритмде істелді. Зардап шеккен үйлер сүріліп, бүгінде 3 ауылда біріктірді. Яғни барлық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген жаңа шағын аудан бой көтерді. Табиғат танытқан тосын мінез, яғни нөсерлете жауған жаңбыр салдарынан Түркістан облысының Төле би, Қазығұрт, Сайрам, Ордабасы, Бәйдібек аудандарында да су тасқыны орын алып, бірқатар ауыл зардап шекті. Ең көп зардап шеккен Төле би ауданында 6 елді мекендегі 215 тұрғын үйдің ауласына су кірген. Бүгінде апатты деп танылған баспаналар толық сүріліп, қайта салынды, қолданысқа берілді. Осындай қиындықтардан облыс халқы мемлекеттің, қалың жұртшылықтың қолдауымен сүрінбей өтті. Ел бірлігінің бекемдігін, ынтымағын, бауырмалдығын көрсетті. Облыс құрылған алғашқы айларда өңірді жан-жақты дамыту жолында 5 бағыт айқындалған еді. Атап айтқанда, Түркістан қаласын дамыту, Түркістан облысының мәдени рухани саласын, аудан, қала және ауылдардан, агроөнеркәсіп кешенін және индустриялық аймақтарды дамыту. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің тапсырмасымен өңірдің кешенді даму жоспары қайта қаралып, өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Жоспарлар нақтыланып, инфрақұрылымды жақсарту бағытында тиянақты жұмыстар қолға алынды. Түркістанды түркі әлемінің шежіресі дейміз, рухани астанамыз дейміз. Бүкіл түркі халқы құрметтеп сыйлайтын қала. Сондықтан облыс орталығы болғаны бері бұл қала қатты өсіп өркендеп келеді. Түркістанда мәдениеттің мәйегі болған Түркістан, бұл түркі дүниесінің ата жұрты Түркістан. 3 жыл көлемінде Түркістан облысы ауыл шаруашылығы, құрылыс, мәдениет, спорт, инвестиция тарту және өзге де салаларда ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерге жетті. Ал Түркістан қаласын жасыл қалаға және ауа райы қолайлы аймаққа айналдыру мақсатында шаһардың айналасында жасыл белдеу қалыптастыру жұмыстары жалғасуда. Түркістан қаласындағы қарқынды құрылыс, игі бастамалар облыс аумағына үлгі болып отыр. Тарихи жарлық шыққан 3 жылға жуық уақыт ішінде Түркістан дамудың жаңа сатысына қадам басты, жаңа тынысын ашты. Бұл уақыт аралығында облыс жеткен жетістіктер аз емес. Әрі қарайда ел игілігі үшін атқарылатын шаруа шаш етектен. Аграрлы аймақ болып саналатын Түркістан облысында осы саладағы еңбек өнімділігін арттырып, дамыту үшін нақты нәтиже беретін 3 негізгі бағытта жұмыс жүруде. Қазақстанның 30 жылдық мерекесіне жасап жатқан сыйлығымыз елге. Ата-бабаның арманын орындап, тәуелсіз Қазақстанды өркендетіп, жайнатып жатырмыз. Алла бізді бірліктен жазбасын. Түркістан облысында жаңа Сауран ауданы құрылды. Мемлекет басшысы тиісті жарлыққа қол қойылған сәттен бастап, Өмірзақ Естайұлының тапсырмасымен 12 ауылдық округті біріктірген аудандағы жүйелі жұмыстар арнайы комиссияға жүктелді. Сауран ауданының құрылуы және аймақтың мемлекеттік органдардың пайда болуы ауылдардың дамуын қамтамасыз етеді деп күтіліп отыр. Ал Кентау қаласы өнеркәсіптік өндірістік орталық ретінде Кентаудағы индустриалды аймақта қомақты қаржы бөлініп, 10 жобаны қолға алған. Түркістан облысы алғаш құрылғанда 14 аудан болса, бүгінде саны 17-ге жетті. Оның ішінде судай жаңа Сауран ауданы құрылды. Ведомство ұлт руханиятында киелі ұғымға айналған Сауран атауының Түркістан облысында құрылған жаңа ауданға берілуі негізді екенін облыс басшысы Өмірзақ Естайұлы атап өткен болатын. Себебі атау ежелгі Түркістан ұғымымен тығыз байланысты. Түркістан қаласынан 20 шақырым жерде орналасқан аудан орталығы Шорнақ қаласы. Бүгінде мұнда 12 000 халық тұрады.
2 миллионнан аса халқы бар өркендеген өңірдің Түркістан облысы болып құрылуы үлкен өзгерістерге жол ашты. Түркістан түрленіп, гүлдене бастады. Қайта жаңғырып, жаңа кейіпке енді. Қазақстан картасында терең тарихымен таңбаланған шаһар киелі жерімен, керемет сәулетімен ерекшеленіп отыр. Болашақта осындай үлкен қалаларда бірлік экономика, мәдениет барлығы өсетін болады. Сондықтан біз де сол жолмен жүреміз. Қазақстанымыз жасай берсін, Түркістан жасай берсін. Аман сау болыңыздар. Бір халық, бір ұлт ретінде халқымыз үшін жұмыс керек. Türkistan, Türkistan, Türkistan.